Қайырлы күн, әріптестер. Мен Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің математика, физика пәнінің мұғалімі Альжанова Айдана Азаматовна. Еңбек өтілім 8 жыл, санатым педагог-модератор. Қызық сабақ жобасы аясында сіздерге ұсынылғалы отырған тақырыбым ол физика пәнінен, яғни 8-ші сыныпқа арналған тақырып линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линза формуласы. Сабақ мақсатымен таныстыра кетейін, ең алдымен бастамас бұрын. Яғни жұқа линза формуласын есептер шығару үшін қолдану, және де линзаның сызықтық ұлғаю формуласын сандық және графиктік есептер шығару үшін қолдану. Яғни осы оқу мақсатынан бізде келесідей сабақтың мақсаты шығады. Жұқа линзаның формуласын және сызықтық ұлғаю формуласын қолдана отырып есептер шығарады. Енді оқушыларды топқа бөлу үшін біз kazmas.kz платформасын қолданамыз, яғни мына жерге оқушылардың атын үтір арқылы жазып, окейді бассақ, содан кейін неше топқа бөлгіміз келеді. Сол санды жазып топқа бөлсек, яғни 30 секундтың арасында бізге оқушыларды тез-тезден топқа бөліп береді платформа. Келесі кезеңіміз бұл өткен тақырыпты қайталау мақсатында, яғни WordWall платформасы арқылы физикалық диктант әдісі бойынша мына көріп отырғандарыңыздай құрылған ойынды, яғни сәйкестендіру бұл жерде сұрақтарды оқи отырып сәйкестендіреміз. N көрсеткіші бізде сыну көрсеткіші деп аталады. Қоямыз орнына. Келесі. Екі ортаны бөлетін шекара арқылы өткенде жарықтың таралу бағытының өзгеруін не деп айтамыз? Жарықтың сынуы деп айтамыз. Келесі сұрақ. Шынының сыну көрсеткішінің ауамен салыстырғандағы мәні 1,5-ге тең. Келесі сұрақ. Жарықтың сынуының екінші заңын 17-ші ғасырда, яғни 1621 жылы бізде Снелиус деген ғалым ашқан. Келесі, сынған сәулемен екі ортаны бөлетін шекараға сәуле түскен нүктеде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрышты біз сыну бұрышы деп атаймыз. Келесі, жарықтың сынуының екінші заңын көбінесе Снелиус заңы деп айтамыз. Снелиус заңы, сыну бұрышы. Біз барлық сұраққа дұрыс жауап бердік. Жарайсыңдар. Оқушылар, мына жердегі суреттен сендер нені байқап отырсыңдар? Яғни бұл жерде бізге не көріліп тұр? Яғни көзілдірік, лупа, дүрбі, фотоаппарат, микроскоп. Яғни осы аспаптардың барлығына бір ортақ бөлшек бар. Ол қандай бөлшек деп ойлайсыңдар? Яғни дұрыс айтасыңдар. Барлығына ортақ бөлшек бұл линза. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз осы линзаға байланысты. Яғни линза деп екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір денені айтамыз. Олар шашыратқыш және жинағыш болып екі түрге бөлінеді. Жинағыш линзаны қолданып, осы терезенің кескінін алуға болады. Көріп отырғанымыздай кескін шын, кішірейтілген және төңкерілген. Кескін линзаның әр жерінен өтетін сәулелер арқылы алынады. Объективтің бір бөлігін жабатын болсақ, кескін бұрынғысынша көріне береді, бірақ аздап күңгірт тартады. Сол шашыратқыш және жинағыш линзалардың өзі бізде бірнеше түрге бөлінеді. Яғни қос дөңес, жазық дөңес және ойыс дөңес.
Енді келесі формулалармен танысып кетейік. Яғни осы линзалардың, жұқа линзаның оптикалық күшінің формулаларын айта кететін болсақ, линзаның оптикалық күші деп бас фокус аралығына кері шаманы айтады. Оны біз D әрпімен белгілейміз. Оның формуласы, яғни 1-дің F-қа қатынасына тең. Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі бізде 1 диоптрия. Яғни физикада біз оны қысқартып dPtr деп жазамыз. Яғни ол дегеніміз 1 метрдің минус 1 дәрежесіне тең. Жинағыш линзаның оптикалық күші оң сан болады, ал шашыратқыш линзаның оптикалық күші теріс сан болады. Келесі, жұқа линзаның формулаларын талдап кетейік. Бірінші, линзаның фокус аралығының формуласын айтатын болсақ, ол жерде 1-дің D-ға қатынасы тең болады 1-дің F-қа қатынасы, қосамыз 1-дің үлкен F-қа қатынасына тең. Келесі, линза мен кескін ортасындағы аралықты анықтайтын формула. Ол дегеніміз, яғни кіші F тең болады үлкен F көбейтілген D, кіші D-дан азайтамыз үлкен F-ті. Келесі айта кететін формуламыз, ол линза мен дененің аралығын анықтайтын формула. Яғни кіші D тең болады үлкен F көбейтілген кіші F, кіші F азайтылған үлкен F. Мұндағы F дегеніміз бұл бас фокус аралығы. Яғни бұл жерде линзаның центрінен фокусқа дейінгі OF арақашықтықты линзаның, яғни ол бізде үлкен F пен белгіленеді, фокустық қашықтығы деп аталады. Линза фокусында бас оптикалық оське перпендикуляр фокустық жазықтық орналасқан. Сонымен үлкен D мен бізде линзаның оптикалық күші белгіленеді. Жаңа оны айтып кеттік, тағы да естеріңе түсіріп жіберейін. 1-дің F-қа қатынасына тең. Оптикалық күш D линзаның сыну қабілетінің өлшемі болып табылады. Оптикалық күштің бірлігі үшін 1 диоптрия алынған. Келесі, кіші D мен біз, яғни ол нәрседен линзаға дейінгі қашықтықты кіші D әрпімен белгілейміз, ал линзадан кескінге дейінгі қашықтықты латынның кіші F әрпімен белгілейміз. Алдарыңыздар көріп тұрғандарыңыздай жұқа линзаның формуласы берілген. 1-дің D-ға қатынасы қосылған 1-дің F-қа қатынасы тең болады 1-дің үлкен F-қа қатынасы. Мұндағы кіші D денеден линзаға дейінгі қашықтық. Кіші F кескіннен линзаға дейінгі қашықтық. Үлкен F линзаның бас фокусы. Біз сіздермен осындай ойын ойнайықшы. Яғни, мына жерде ұпайлар берілген, әрбір ұпайда сұрақтар жасырылған. Әрбір ұпайды ашу арқылы біз сондағы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сәттілік. Бірінші топтың сұрақтарын ашайық. Яғни, екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір дене қалай аталады? Бұл сұрақтың жауабы линза. Келесі сұрақ, екінші топқа сұрақ, яғни 100 балдық сұрақты таңдайық. Линза нешеге бөлінеді? Линзалар екі түрге бөлінеді. Шашыратқыш және жинағыш линза. Келесі сұрақ, үшінші топқа сұрақ. Нәрседен линзаға дейінгі қашықтықты қалай белгілейді? Нәрседен линзаға дейінгі қашықтықты латынның кіші D әрпімен белгілейміз. Келесі сұрақ, 200 ұпайлық сұрақ. Сыну беттерінің пішініне қарай линзаларды қалай бөледі? Дөңес, қос дөңес, қос ойыс, жазық ойыс. 200 ұпайлық сұрақ. Шоқтар линзадан өтіп, әрбір беттен сына отырып, линзаның оптикалық осінде жатқан бір нүктеде жиналады. Бұл нүктені қалай атайды?
линзаның бас фокусы деп аталады. Келесі 200 ұпайлық сұрақ. Ал линзадан кескінге дейінгі қашықтықты қалай айтамыз? Латынның кішкентай f әрпімен белгілейді. Линзаны шектеп тұрған сфералық беттердің S1 және S2 центрлері арқылы өтетін түзудің линзасын қалай атайды? Бас оптикалық осі деп атайды. Келесі 300 ұпайлық сұрақ. D линзаның оптикалық күшінің формуласы латынның үлкен D әрпі тең болады 1-дің F-қа қатынасы. F дегеніміз бас фокустық қашықтық. Келесі 300 ұпайлық сұрағымыз, оптикалық күштің бірлігі үшін қандай өлшем алынады? 1 диоптрия, 1 ДПТР. 400 ұпайлық сұрақ. Жинағыш линзаның оптикалық күші плюс 1,5 диоптрия, ал шашыратқыш линзаның оптикалық күші минус 2 диоптрия. Линзалардың фокустық қашықтығын анықтаңдар. Бұл есеп. Яғни осы жерде біз линзалардың формуласын қолдана отырып есепті шығаруымыз қажет. Яғни бұл есепте бізде F1 және F2-ні анықтауымыз қажет. Фокустық қашықтықты ол үшін біз 1-ді линзаның оптикалық күшіне бөлеміз. Сонда формула 1-дің D1-ге қатынасы, яғни 1-ді бөлеміз 1,5-ге, жуық шамамен 0,167 метр шығады. Келесі F2-ні, яғни екінші фокустық қашықтықты анықтауымыз үшін 1-ді D2-ге бөлеміз. Яғни 1 бөлінген минус 2 тең болады минус 0,5 метрге тең. Келесі сұрағымыз, фокус аралығы 4 см жинағыш линзадан нәрсе 6 см қашықтыққа орналасқан. Кескіннің линзадан арақашықтығын және қандай болатындығын анықтаңыз. Яғни фокустық арақашықтығымыз бізде латынның үлкен F әрпімен белгіленеді, ол бізде 4 см-ге тең. Енді бізде сантиметрді, яғни халықаралық бірліктер жүйесінде метрге айналдырамыз. Ол дегеніміз 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Келесі D, яғни нәрседен кескінге дейінгі арақашықтықты біз кішкентай D-мен белгілейміз, ол 6 сантиметрге тең. Оны да халықаралық бірліктер жүйесінде метрге айналдырып аламыз. 6 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Біз нені табамыз? Яғни линзадан, кескіннің линзадан арақашықтығын табамыз, яғни кіші F-ті табамыз. Формула 1-дің D-ға қатынасы қосылған 1-дің F-ға қатынасы тең болады 1-дің үлкен F-ға қатынасы. Осы формуладан біз кішкентай F-ті табамыз. Яғни үлкен F-ті көбейтеміз кіші D-ға, оны бөлеміз D азайтылған үлкен F-қа. Орнына барлық мәнді қою кезінде бізде 12 сантиметр шығады. Фокус аралығы 25 сантиметр. Шашыратқыш линзаның оптикалық күшінің абсолют мәні нешеге тең? Яғни бұл жерде фокустық қашықтық 25 сантиметрге тең, біз табуымыз керек оптикалық күшті, яғни үлкен D-ны табуымыз керек. Формула бойынша D тең болады 1-дің F-қа қатынасы, сантиметрді міндетті түрде халықаралық бірліктер жүйесінде метрге айналдырамыз. Сонда 1-ді бөлеміз 25 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіне, сонда бізде шығады 0,104 метр. Оны сантиметрге айналдыратын болсақ, яғни 4 сантиметр шығады. Келесі қарастыратын формуламыз сызықтық ұлғаю формуласы. G тең болады үлкен H-тың кіші H-қа қатынасы, ол тең болады кіші F-тің кіші D-ға қатынасы. Мұндағы кіші D денеден линзаға дейінгі қашықтық, кіші F кескіннен линзаға дейінгі қашықтық, кіші H объектінің биіктігі, үлкен H кескіннің биіктігі болып табылады. Келесі есепті қарастырайық. Нәрседен алынған кескінге дейінгі қашықтық 0,136 метр, линзаның фокус аралығы 0,124 метрге тең, оның үлкейтуі неге тең? Енді бұл жерде біз есептің берілгенін жазатын болсақ, бізде не берілген? Яғни нәрседен кескінге дейінгі қашықтықты біз кішкентай D әрпімен белгілейміз.
ол бізде 0,136 метрге тең. Келесі фокус аралығы үлкен F пен белгіленеді, ол 0,124-ге тең. Енді бізге табу керек, не нәрсені табу керек. Бұл жерде бізге табу керек сызықтық ұлғайту, яғни G-ны табамыз. Бұл жерге қолданатын формулаларымыз, яғни G тең болады кіші F-тің кіші D-ға қатынасы. Келесі формула 1-дің үлкен F-ға қатынасы тең болады 1-дің кіші D-ға қатынасы қосылған 1-дің кіші F-ға қатынасы формуласы. Ары қарай енді осы жерден біз кіші F-ті табатын болсақ, ол үшін біз үлкен F-ті кіші D-ға көбейтіп, одан кейін кіші D-дан азайтамыз үлкен F-ті, сосын алымын бөліміне бөлеміз. Сонда бізде орнына қоятын болсақ 0,124-ті көбейтеміз 0,136-ға, одан кейін 0,136-тан азайтамыз 0,124-ті, сонда 0,172 шықты. Бұл бізде кішкентай F-ті анықтадық. Ары қарай біз енді сызықтық ұлғайтуды анықтайтын боламыз, яғни үлкен G-ны анықтайтын боламыз. Ол үшін біз жаңағы кішкентай F-тің кішкентай D-ға қатынасы формуласын қолданамыз, яғни 0,172-ні бөлеміз 0,136-ға тең болады 2-ге. Сонда жауабы бізде жауабы үлкен G тең болады 2-ге. Келесі есепті қарастырайық. Бұл жерде линзаның оптикалық центрінен 4 см қашықтықта орналасқан заттың 5 есе үлкейтілген жалған кескінін беретін жинағыш линзаның оптикалық күшін анықтаңыз дейді. Енді бұл жерде бізде не берілгенін жазайық. Яғни бұл жерде бізде оптикалық центрінен 4 см қашықтықта дейді, кішкентай D берілген, яғни кішкентай D берілген, ол бізде 4 сантиметр. Яғни біз оны сантиметрді метрге айналдырамыз, сонда 0,104 метр шығады. Одан кейін G сызықтық үлкейту берілген, ол бізде 5-ге тең. Сонда бізге табу керек. Табу керек бізге үлкен D-ны. Яғни бұл жерде оптикалық күшті табатын боламыз. Үлкен D-мен белгіленеді оптикалық күш. Енді қолданатын формулаларымыз қандай? Үлкен D 1-дің тең болады 1-дің үлкен F-ға қатынасы. Келесі сызықтық ұлғаюдың формуласы бізде G тең болады кішкентай F-тің кішкентай D-ға қатынасы формуласы. Осы жерден біз кіші F-ті тауып аламыз. Ол F тең болады G көбейтілген кішкентай D-ға. Енді осы жерден бізде барлығын қорта келгенде бізде мынандай формула шығады. Үлкен D тең болады 1-дің кіші D-ға қатынасы азайтылған 1-дің сызықтық ұлғаю көбейтілген кіші D, одан кейін тең болады 1-дің D-ға қатынасы жақшаның ішінде бізде болады 1 азайтылған 1-дің G-ға қатынасы тең болады. Сонда бізде келесі формула пайда болады. G азайтылған 1-дің үлкен G көбейтілген кіші D-ға. Енді орнына қоятын болсақ, 5-тен 1-ті азайтамыз, оны бөлеміз.
35-ті көбейтеміз 0,4-ге. Сонда бізде 20 диоптрий шығады. Келесі есепті қарастырайық. Нәрседен линзаға дейін 20 см, ал кескіннен линзаға дейін 60 см орналасқан дененің биіктігі 12 см. Нәрсенің биіктігін анықтаңыз дейді. Енді бұл жерде бізде не берілген? Жазып кетейік. Бізде яғни кіші D берілген. Кіші D бізде 20 см-ге тең. Одан кейін кіші F берілген. Бұл бізде 60 см-ге тең, яғни кіші F дегеніміз ол кескіннен линзаға дейінгі арақашықтықты біз кішкентай F аркымен белгілейміз. Келесі бізде дененің биіктігі, яғни үлкен H-пен белгіленеді. Үлкен H-пен ол тең болады 12 см-ге. Бізде табу керек. Табу керек нәрсенің биіктігі дейді. Нәрсенің биіктігі дегеніміз кіші H-пен белгіленеді, яғни ол бізде белгісіз. Енді қалай шығарамыз бұл есепті? Яғни бізге сызықтық ұлғайтудың формуласын жазып қою керек. Ол G тең болады үлкен H-тың кіші H-қа қатынасына тең. Ол тең болады кіші F-тің кіші D-ға қатынасы. Енді осы жерден біз кіші H-ты тауып алуымызға болады. Яғни үлкен H-ты көбейтеміз кіші D-ға, оны бөлеміз кіші F-қа. Сонда тең болады. Орнына қоятын болсақ. Бұл жерде барлығы сантиметрмен берілгендіктен бұл есепті біз осы сантиметр жүйесінде шығара беруімізге болады. Яғни үлкен H-тың мәні 12-ге тең, оны көбейтеміз кішкентай D-ның мәніне, ол 20-ға тең, оны бөлеміз 60-қа. Сонда бізде тең шығады 4 сантиметр. Сонда жауабы дененің биіктігі, яғни H тең болады 4 сантиметрге.